Сәлем достар, сендермен бірге Матрик. Және де мен бүгін лимитте бір геймвик серверында 2x8 режимінде бедварстан дейтін боламын. Бұл жай ғана бедварс емес. Енді көріп тұрғандарыңыз кристикпен ойнайтын боламын. Енді көріп тұрғандарыңыздай Force Defenses картасында ойнап жатырмын. Материалный режимде. Енді блок алдым, тез кетейік. Мынадан секірейін ба? Жоқ. Блок соға берші. Кристикпен блок соғып көрмедім. Соғып көрем. Кристикпен блок соғамыз. Нормально соғып қояды екен ғой. Жоқ. Йолбайым. Ерте басып қойдым. Тез материал. Неқті бар екен. Болды, нормально. Тез. Кеттік, тез. Енді. Олардың кроваттен сындырсақ, кристикпен ойнау енді маған блок соғу онша қиын емес екен кристикпен ойнағанда. Бірақ мен енді кристикпен PvP үйренсем, сіздерге кристикпен видео түсіретін боламын. Йо-майым. Құлап қалғансың. Өзім қателім болды. Жаман. Асығып жатырмын, енді асықпай ойнай берейін. Енді аналар кеп қалма деп қорқып жатсың. Болды, енді материал жетіп қалу керек. Кирка, енді меч аламыз. Енді тез киініп алайық. Енді блок алып алайық. Блокқа жетті. Енді нейді секіріп көреміз. 1, 2, 3. Жоқ, 1, 2, 3. Оп, тура түстім. Жүгіреміз. Енді кричман қатты қиыншылық келтіріп тұр. Өйткені кружокпен үйреніп қалыппын. Енді чувствительность қостым шамалы. Чувствительностьтен ойнаудың қажеті жоқ сияқты. Өйткені экран бұрылмай кетті кәдімгідей. Мен бұрылам дегенше олар мені өлтіріп тастайтын сияқты ғой. Сондықтан шамалы чувствительность қосып барып ойнап жатырмын. Енді кристикте ойын оңайлау. Блок соғуға не істеуге. Енді наердің төбеге көтерілеміз ба? Төбеге көтерілген сияқтымыз. Енді блок соғуға оңай екен. Мен тұрдым да бірден блок соғуға үйреніп кеттім. Бірақ енді PvP үйренсем болды. PvP үйренсем осы жерде тұр. Енді тек қана PvP үйреніп алсам тек қана немен түсіретін боламын да. Нет, кристикпен. Өйткені кристик оңайлау болды. Асты қара барайық. Ана жылжыра алам ба? Ол жылжыды, кеттік. Олардың базасына бару керекпіз ғой. Кім сындырады екен олардың кроватын? Біреу ұшып барды, көрдіңдер ғой? Ұшып барды біреу. Мистер Гумер сындырды, молодец, ұшып барып сындырды ғой. Мен көрдім ғой, жаңа экранда шықты ғой, достар, көрдіңдер ма? Чит. Ана жерде чит тұрды ғой, читтер. Ұшып ауада қалып кетті. Мана иллюминаттар келе жатыр. Тез оларға орайық. Бергел. Астыға түсіп кеттім ғой. Каз, анау кетіп бара жатыр. Мен яқтағы адамдарды өлтірейін. Бергел, қашпа. Мә. Төртке бір болмайды ғой. Төртке бір жабылды ғой, достар, анау. Төртке бір жабылды ғой. Айттым осында PvP үйренуім керек. Өйткені бұнда да PvP әлі үйренбедім. PvP ана кружокпен ойнап жатсам 2-3 килл жасайтын жаңелде. Болмай қалды енді. Чит деді. Бізде чит жоқ. Просто ұшып барып сындырғандай 700 материалды килл алды ғой. Элитры дейма соны. Енді өстіп блокқа жинаймыз материалды. Оларды шақ адам алды. Shift басып қойдым, кешіріңдер достар. Енді шайыр олардың базасына. Бірақ бар мистер Гумерді мен күніге осы анда-санда бедварсты көріп қойым. Бірақ күніге ойнайым бедварсты. Күніге көрім. Құлап қалдым. Сол мистер Гумерді сіздер көресіздер ме? Комментария жазып кетіңіздерші. Мистер Гумерді танисыздар ма? Күніге көремін. Айтып соны. Күніге 2x8 режимінде ойнаған кезде көріп. Міне.
Ура, достар, енді келесі видео 25 лайктан кейін шығады. Ендеше достар, осы видеоға 25 лайк жинап тастаймыз.